Ал қасиетті қажылықтың басты парызы қасиетті күнге тұспа-тұс келді. Бүгін Мекке мен Мединеге үлкен қажылығын өтеуге барған мұсылмандар Арафат жазығына бет түзеді. Және бұл күн жұмаға түсті. Арафаттағы бауырларымыз осы бір ерекше сәтте дамылсыз құлшылық қылуда. Қалғандары тіптен рахмат ауына көтеріліп. Ұлы сапарда парызын өтеп, әрі отандастарымызға үлкен қажылықтан арнайы бейнематериалдар жасап жүрген Нартай Аралбайұлы хабарлайды. Ихрам киіп, ақ сөйлеп, бес парызының бірі үлкен қажылықты өтеуге жеткен мүмін мұсылман. Бүгін таңала кеуімнен Арафатқа бет түзеді. Өйткені қажылықты өтеудегі басты міндеттің бірі осында кеп құлшылық қылу, өзің үшін ата-ана, бауырларың мен елің үшін дұға жасау. Бұл қасиетті мекенде жаратушыдан тілеген тілектің барлығы қабыл болады деген ақиқат бар. Және дәл осы Арафатта адам ата мен Хауа анамыз алғаш жүздесіп, Аллаға құлшылық қылған делінеді. Оған қоса биыл қасиетті Арафа күні жұмаға сәйкес келді. Арафатқа келе алмағандар, елде болғандар Арафа күні ораза тұтады. Оның жаңағы бір жылдық кейінгі, алдыңғы кейінгі күнәсі кешіріледі. Осы жерде болғандарды Аллаху субхану ва тағала барлық күнәсін кешіреді. Міне күн менен, орын менен уақыт бірігіп тұр. Оның үстіне міне жұма күні. Жұма күні келген екен, және де сондай сөз бар. Бұл хаж акбар, ұлы қажылық, 30 жылдық қажылықтың сауабын береді дегенде. Мұндағы құлшылық сәскеден күн ұясына отырғанша жалғасады. Және осы аралықтағы дұға тілектің барлығын Алла қабыл етеді. Биыл Арафатта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен қазақстандық қажылардың барлығы бас қосты. Олар елдің бірлігі мен дініміздің діңгеге ажырамауы үшін және шекарамыздың қауіпсіз шегенделіп тұру үшін құлшылық қылды. Мұнда жеткен мұсылман қауым ауқат ішіп, ұйықтап жатпайды, талмай тек тілек тілейді Тәңірден. Бұл менің үшінші қажылығым. Осы күні Құдай қаласа мен бәдәл қажылық, өзімнің атам Мұстафа атамның атынан бәдәл қажылық өту үстіндемін. Әрине қайтып кеткен ол кісі. Сол Алланың мейірім шапағатынан үміт етіп, Аллаға, елге, жерге, ағайын туысқа дұға ету үстіндеміз. Ми қайнаған ыстыққа қарамастан мүмін мұсылмандар аяқтарынан тік тұрып, дәреттерін алып тоқтаусыз құлшылық қылуда. Бас ауырып, балтыр сыздағандар да сапқа тұрған. Төрткіл дүниедегі мұсылман қауым үшін келгенге бір арман, келмегенге мың арман делінетін Арафат алқабы бұл. Мина жазығынан шыққан мүмін мұсылмандардың барлығы қазір дәл осы жерге лек-легімен ағылуда. Айта кетейік, бұл қасиетті күні құлшылық қылу үшін бұрынғыдай Рахман тауына көтерілу міндетті емес. Арафат алқабының маңайына дәл осындай арнайы шатырлар тігілген және биыл қажылыққа келген 5 миллионнан астам мұсылман бауырларымыз дәл осы жерде құлшылық қылып Аллаға мадақ айтатын болады. Нартай Аралбайұлы, Болат Дәулетбаев, Сауд Арабиясынан арнайы КТК үшін.